Сәлем достар. Бүгін сіздермен біз мынадай әдемі бантик дайындайтын боламыз. Өте нәзік көрінеді. Және де мынадай түстермен де жасауға болады. Бұны мен заколкамен жасадым. Ал қазір біз резинкамен дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет болады 4 сантиметрлік репсовый лентадан 21,5 сантиметр қылып қырқып аламыз. Және де мына жақтан сол жағынан ішке қарай 6,5 сантиметр, оң жағынан ішке қарай 6,5 сантиметр қылып белгілеп аламыз. Ал іске кірісейік, достар.
Міне достар, осымен бантигіміз дайын болды. Өте нәзік көрінеді. Егер де менің жасаған бантигім сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.